не үшін Америкада ашу ойға келді? Біз Ближний Востокқа барамыз, иншалла. Тәтті әлемінің королі деп айтсақ болады. Данкин конкурент емес. Әлемдік бренд жасаймыз деген ниет болған. Бақыттың айналасында болсын. Қазақстан алда. Қазақстан алда. Өйткені қатты арзан. Америкада. IT компания құрастыру керек, бастау керек. Миллиондаған торт пісіретін кісілердің арасында Ол болмаса да болатын. Өзім болсын, өзім жеке тұлға ретінде бір үлгі болсам. Енді біздің зекетіміз бар, біздің әлде 10 миллионнан мен бәрін алып тастап, чистый прибыльден 3% беру керек па? 10%, біреулер 20% дейді, біреулер 25% дейді. Сырымбек ағамыз бар да, Сырымбек тау. Істесең де, бір барып беттермен футбол ойнасаң да, студенттің стипендиясын шешіп берейік. Минимально. Қайдан даже Бүкіл жерде бұл отырастынан уважаемый сондай балаларды жетілдіріп жатырмыз. Қазақ екенімізді ұмытпау. үйреніп кете салам деген принцип Иә, болды. үйреніп шыға береді да ол жерде. Біз Техас қаласына сонау мұхит асып келіп отырмыз. Асхат Солтанов Happy Cake брендінің негізін қалаушы ағамыз. Баршаңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін Байқазақ подкастының кезекті шығарылымы, бірақ бізде бүгін ерекше шығарылым, өйткені біз Техас қаласына сонау мұхит асып келіп отырмыз. Және бізде бүгін қонақта тәтті әлемінің королі деп айтсақ болады, Асхат Солтанов Happy Cake брендінің негізін қалаушы ағамыз. Асеке, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қош келдіңіз. Біз қош келдік. Қош келдіңіздер. Ал Асеке, давайте мен енді жаңа қойған сұрақтарын бір қысқартып өтейін. Жалпы ең басты сұрақ, Happy Cake брендін не үшін Америкада ашу ойға келді? Не үшін соседний Ближний Восток емес? Біз Ближний Востокқа барамыз, иншалла, бірақ Америкада дамып, Американың бизнесі қалай дамып жатыр, соны үйреніп, қолданып, Ближний Востокқа да барамыз, иншалла. Сол бірақ американский модельмен. Яғни әлемдік осында тұрған брендтермен, ең басты Данкин сияқты ғой, бір кішігірім конкурент. Сол да, ол Данкин конкурент, прямой конкурент емес. Бірақ олардың системалары қызық. Олар қалай жасап жатыр, бір кішкентай бір пончикпен әлемге ашылып жатыр. Франшизный бренд ол да, иә? Иә, оларда бір бренд, мысалы бір Crumble cookies бар. Оларда жүздеген точкалар ашып жатыр, бір кукиспен. Ішіне кіріп көрсең, несін жеп көрсең, түсінбейсің. Фишкасы не, напитоктарын ішесің, продукттарын біреуін, екеуін қарайсың, түсінбейсің. Бірақ бірдеме ғып жұмыс істеп жатыр. Сол үшін осында жүрміз, әлі де зерттеп жүрміз, әлі де үйреніп жүрміз, қалай істеп жатқан. Енді бір точкамызды аштық, ол точканың ішінде де енді апта сайын басқа нелер, жаңа продукттарды көріп жатырмыз, адамдардың кіріп шығып жатқан адамдардан сұраймыз, сөйлесеміз. Сол қазір зерттеу үстіндеміз әлі. Яғни Happy Cake бренді, мысалы Қазақстанда культ бар, то что басына любой брендтің Қазақ Republic деген сияқты қазақ әрпін сөзін қосып жібереді. Неге Happy Cake сол кезде атын қойып жатқан кезде, сол 2013-те ма примерно? 2013-те атын қойған сәтті есіңізге түсіріп, бір айтып кетсеңіз, не үшін Happy Cake? Ол кездегі енді нелерім есімде емес, нақты. Бұлай ниеттерім, ішімдегі ойларым. Бірақ сонда да енді бұлай максимально international болсын дедік. Максимально енді бір бақыттың айналасында болсын, бақыт. Happy Cake дедік, солай. Яғни сол басында бір әлемдік бренд жасаймыз деген ниет болған. Ниет болған да шығар, программа емес, бір стратегия емес, бірақ ниет болған шығар. Енді осы жерде Асеке, жалпы Американың культурасымен, яғни ведение бизнесі, және де Қазақстанның ведение бизнесі, прям екеуі аспан мен жердей ме екен, әлде целом бір? Жоқ, аспан мен жердей емес. Қазақстанда да енді культура, в целом бизнес, образование, бизнес, жалпы орта дамып жатыр ғой, өте қатты дамып жатыр. Кейбір мәселелерде біз алға шығып кеттік. Қазақстан алда. Өйткені Қазақстанның ең басты бір артықшылығы, Қазақстанда жұмыс күші қатты қымбат емес. Америкадан арзандау. Қатты арзан. Америкада. Осы жердегі жұмыс күші ең басты бір
челлендж ол жұмыс күші. Сіз бір бизнес жасап жатсаң, бір, екі, үш адамға зарплата төлеп жатсаң, уже қатты бұл бизнес процесстерге, бизнес финансыға нагрузка. И адамдар көбінесе өздері шығып, өздері пісіреді, өздері тұрады, өздері обслуживать етеді, осындай кішігірім бизнестерде. Сол үшін бізде Қазақстанда ол бір кофейня ашасың, уже 1-2 адам, 3-4 адам жалдайсың да и дамыта бересің. Осы жердің бір ерекшелігі сол. И сондай болған үшін олар я тезірек масштабқа өту керек, я да 90% бизнестер, 100-ден 90-ы солай жүреді. Өздері, как на работу. Семейный, японский бизнес сияқты? Солай, японский бизнес сияқты. Наследие болып кете береді ғой. Өздері келе, өздері тұрады, өздері сол есігін ашап, кешкісін жабады, кетеді. Именно Happy Cake брендінің жалпы басында сіз енді Сәуле апайымыз торт пісіріп бастады. Сол кезде сіз өте жассыз, Найымда жұмыс істедіңіз, енді подкасттардан көрген информациялар. Қай кезде момент түсіндіңіз, то что надо франшиза упаковать ету керек? Сол уже екі қалада болдық, Астанада болдық, Алматыда болдық. Екі қалада 3-4 локация болды жалпы. Ол 3-4 нүктеде бизнес жалғасқаннан кейін біз уже түсіндік, ол бизнесті франшиза ретінде де жүргізе беруге болатынын түсіндік. Бір локацияны жүргізу ол бір бөлек, 2-3 локация, тем более басқа екі қалаларда ол мүлде басқа процесстер. Именно осы білімді сіз бір кітаптан ба, или бір жерден көріп алдыңыз ба? Енді Алла тағала салған ой ғой, бірақ содан бөлек бір себепші не болды? Біреу айтты ма? То есть біздің жастарға, мысалы, қазір тоже, мысалы, барлығында бір кофейня ашып жатқан біреу бар шығар, чтобы ол франшизаға упаковать етіп жүру үшін, ода қандай бір болу керек какие-то параметры, чтобы базовые у него должны быть? Қазіргі жастарда уже өте көп, алдарында өте көп бенчмарк бар. Біздің кезімізде Қазақстанда ондай көп франшиза сатылып жатқан. Даже кофейня жоқ еді ғой кезде қатты. Ол кезде өте былай. Біз зерттеген Додо пицца шығып жатқан. Овчинников. Сол кісінің бизнесін қатты зерттедік, көрдік. Жалпы бірінші инсайттар содан келе бастады. Окей, олар қалай жасады, біз де олай жасай алатын сияқтымыз. Сонда IT-дің маңыздылығын түсіндік, IT компания құрастыру керек, бастау керек, бір IT команданы жинау керек деген сол түсінік сонда келді. Яғни сіздердің ерекшеліктеріңіз менің ойымша сол миллиондаған торт пісіретін кісілердің арасында именно в основном сіздерде ғана бар сияқты, именно қазақстанский брендта IT, который франшизаға да береді, франшизиларға да беретін да? Мүмкін солай да шығар, мүмкін бізден басқа, мүмкін бар да шығар, білмеймін. Но сіздің бір ерекшелігіңіз сол IT-де десек болады ғой? Ерекшелігіміз, сонда. То есть бәрін оцифровали, бәрін салдыңыз, көз алдыңызда отырады, дашборд бар, қарап отырасыздар. Сол ол бар, бірақ енді басты ерекшелігіміз продукт. Біздің продуктымыз бар, біздің торттарымыз бар, біздің signature кектеріміз бар. Молочная девочка. Қазақстанға әйгілі болған алғашқы. Қазақстанға. Сол рас па? Именно сіздер бастадыңыздар сол брендті? Рас. Молочная девочка. Бізден бұрын Қазақстанда болмады ондай. Ол торт болмады. Мүлдем болмады. Біздер бастадық, содан сол ғой. Осы орайда құндылық именно тортта ма, адамдарда ма, бақытта ма? Именно осы кәсіптің сіздің ойыңызша миссиясы және құндылығы қандай? Көп бизнестердің бұлай тікелей пайдалары жоқ, тікелей. Бақыт сыйлаймыз, мынандай балалардың туған күндеріне торт алып береміз, келеміз, дайындап береміз. Сол да ол қатты бұлай. Ол болмаса да болады негізі. Бір необходимость, первая необходимость емес. Бірақ Алла тағала бірдемеге қарап берекетін беріп жатыр. Сол бұлай қазбаласақ, берекет ол тек кірісіңді, бұл пайдаңды, келіп жатқан берекені қалай жаратып жатсың. Содан не үшін басталған бизнес, сол бизнестің мағынасы содан шығады. Егер тек өзіңді бай қылу, бай тұрайын, осылай жүрейін, былай жүрейін, сондай
счетымда осыншама ақша болсын деген ниет болса, ол кезде бизнесін түкке жарамайды. Ол кезде өйткені қатты келіп жатқан пайда да жоқ, қатты нең де жоқ, былай жасап жатқан бір миссияң да жоқ, тек сол байлық. Бірақ ол бизнестің артында бір жақсы ниет, жақсы бір құндылық болса, елге, қазаққа, жастарға пайдалы болсам ба деп, бір өзім болсын, өзім жеке тұлға ретінде бір үлгі болсам, бизнес ретінде, енді процесстер ретінде, құндылық ретінде бір не болсам, үлгі болсам, және келіп жатқан пайдамнан бөліссем, егер келіп жатса, енді біздің зекетіміз бар, біздің әлеуметтік бір жауапкершілігіміз бар. Өйткені бізге келіп жатқан береке, ол мүмкін біздің тек 100%, 100% біздің неміз емес. Біздің заслугамыз ғана емес. Біздің заслугамыз емес, Алла тағаладан келіп жатыр. Сіз оны түсіну керексіз. Сіздер енді ол келіп жатқан ақшаны қалай жаратқанын, ол сіздің неңізде. Ол сіздің имтиханыңыз болады. Осы жерде енді плавный сұрақ біздің көкейімізде жүрген, жалпы сіздің атыңызды менің басыма салған осы Ренат ағамыз, Алла разы болсын. Сол кісі зекеттің темасы шыққанда айтылды, Асхат ағамыз осылай бір энное количество береді, үлкен деп ше. И осы жерден зекеттің тақырыбында көп кәсіпкерлерде кредит бар, бизнес кредит бар, жалпы қарыздары бар, отбасысы бар, туысқаны бар дегендей. Енді көп кәсіпкер зекетті осылардан кейін қояды. Ал сіздің ойыңызша зекетті осылардың алдында қою керек па? Және де зекет жалпы калькуляциясын менде әлі пока дұрыс түсінген жоқпын. Мысалы, мен айына 10 миллион оборот жасасам, мен сол 10 миллионнан, мысалы 2-3% дейді ғой, сол 3% беруім керек па? Әлде 10 миллионнан мен бәрін алып тастап, чистый прибыльдан 3% беру керек па? Сіздің баламаңызда жалпы зекет қалай? Ол өте діни сұрақты, былай зекет жағынан ол өте діни сұрақ, ол маманнан сұрау керек, мамандардан. Мен діни ретінде айта алмаймын. Кәсіпкер ретінде айтсаңыз. Кәсіпкер айта аламын, бірақ ол да бір не емес. Ол былай көпшілікке айтатын зат емес та, менің Алла тағаламен арасындағы бір бухгалтериям да. Әркімге индивидуально дейсіз ғой. Әркімге индивидуально, ол бірақ енді ниетіңде пайдалы болу болса, ниетіңде, онда ойлану керек, қалай пайдалы бола, қаншалықты белсенді болғаным дұрыс. Ол енді басты ой, ол ақша сенікі емес. Ақша Алладан келіп жатыр. Сен қанша жаратасың, ол енді сенің неңде, сенің еркініңде. Сен өзің анықтау керексің. И қаншалықты Алла тағаланың жолында басқаларға көмек ретінде бір спонсорлық бір үлкен бір шараларда барсың ба, жоқсың ба, үлкен проекттерде барсың ба, жоқсың ба, ол уже сенің нең болады. Сенің имтиханың болады. Сынақ. Сынақ болғанда жоқ, ол мүмкін сынақ ретінде де келу мүмкін. Яғни осылай Аллаға шүкір 150 нүкте Қазақстанда ашып, Америкаға жеткен кәсіпкер ретінде зекетті, енді дін жағынан болмасын, кәсіп жағынан беру керек дейсіз ғой, міндетті түрде. Зекет, әрине, зекет ол дінде де бар. Бұлай діннің сыртында бизнес литератураны зерттесең, барлық миллионер, миллиардердердің жазатыны зекет беру керек дейді. Благотворительность болу керек. Отдать Богу 10%, біреулер 20% дейді, біреулер 25% дейді. Шамиль миллионер, триллионер думает, финансист па, бір финансы триллионер айтады, 80%-ын реинвест жасайсың, 10%-ына өзің өмір сүресің, 10%-ына неге бересің, зекет ретінде бересің. Ол да бір жақсы бір ұстаным. 10%-ына тұрып атсан өзің. Демек, қанша өзіне жаратасың, сонша басқаларға да бір неге обществоға бересің. Қоршаған ортаға бір пайдаң тиеді. Да, ол деген өте жақсы бір не. Ол міндетті түрде ақшалай
болмаса да болады деп айта аламыз ба? Яғни мен бір мықты творческий адаммын, мен бір социальный роликтар түсірем, мысалы ше, қоғамға, ана туралы, әке туралы, и ол нәрсені миллиондаған адам көреді да, там әкесінің қадірін түсінеді деген сияқты. Ол да по-своему зекет қой. Әрине. Саналады да? Примерно. Былай енді діни тұрғыда, былай фик тұрғыда зекет болып саналмай ма білмеймін, бірақ жалпы ниеттен жалпы былай Алла тағаланың алдындағы сіздің неңіз, ол әрине бір ғибадат ретінде қабыл болуы мүмкін. Енді ниетке байланысты, сіздің өмірлік ұстанымыңызға байланысты ғой. Өмірлік ұстанымыңыз пайдалы болам десеңіз, ол кезде бүкіл нәрсеңіз сол тұрғыда болады, сол айналада болады. Бүкіл ойыңыз, бүкіл жасап жатқан проекттеріңіз қалай пайдалы болам десеңіз. Біздің елімізде жақсы кәсіпкерлер бар ғой, сол именно сол нелерінен көрем да, проекттерінен көрем, айтып жатқан, транслировать етіп жатқан ойларынан көрем, кейін енді нелерден енді белгілі болып тұрады да, олардың ұстанымдары, ниеттері өте таза, ниеттері жақсы. Мысалы мен Сырымбек ағамыз бар да, Сырымбек Тау. Сол кісіні көргенде, соны көрем да, бүкіл проекттерінде оның несі бар, проекциясы бар. Сол ниеттің проекциясы, жақсы ұстаным, жақсы құндылықтың проекциясы бар. Рүсекенің енді Руслан Берденов. Ол да бүкіл ниеттер, бүкіл нелер өте сондай да, сондай бір таза көрінеді да, проекттерінен көрінеді. Сол да, ол ұстаным болғанда бүкіл не істейсің, демаласың ба, рыбалкаға барасың ба, бір жерде отырып шай ішесің ба, или бір проект талқылайсың ба, бүкіл неңде ол бір ген, бір культурный код ретінде, бір генда отырған бір нәрсе пайдалы болу. Рыбалкаға барасың, бірдемемен бір бөлісесің, бірдеме аласың, зерттейсің. Бір бара жатып бір жол садақасын тастайсың. Сол да бір өмір стилің сол болса, бүкіл не істесең де, бір барып жігіттермен футбол ойнасаң да, сол жерде бір насихатын айтасың, жастарға бір пайдалы нәрсе жігіттерді жинайсың да, жай футбол ойнамай бір нәрсе істейік, бір студенттің стипендиясын шешіп берейік, немесе бір мұқтаж бір адамдардың бір нелерін жауып кетейік деп. Бір минимальный болса да, қоғамға пайдаң тиіс. Даже бүкіл жерде отырасынан ең жоқ дегенде мусорды аласың. Мусорды тазалап кетейік артымыздан. Солай да, сол өмірлік ұстанымың сол болса, не істейсің, сол жерде максимальны түрде. Егер сіздікі енді шығармашылық дейсіз, ол шығармашылығыңызда ол тема, шығармашылықтың темасы бар, жасап жатқан подкасттарыңыз бар, енді сіздің белгілі бір аудиторияңыз бар, ол аудиторияға қандай құндылық транслировать етесіз, оның бәрі ғибадат болып саналып кетеді. Оның бәрі ол сауапты іс, немесе ол күнәға батыратын бір іс болуы мүмкін, егер ниетіңіз дұрыс болмаса. Дұрыс емес нәрсе айтсаң, ол күнәға кетіреді. Ол сразу уже не. Енді жаңа паушальный взнос бар дейсіз, не бар дейсіз, мысалы 150 точканың паушальный взносын жаңа сіз айтқан суммаға көбейтетін болса, ол миллиардтаған суммалар шығып кетеді енді. И осы жерде кәсіпкерлерге жалпы үлкен ақшамен жұмыс істеу бойынша не айта аласыз? Мысалға, үлкен ақша сіздің қолыңызға бір моментте тиді ма, және тисе, оны қалай көтерген дұрыс? Сол жағынан. Біздікі сол ғой, біздікі бір моментте тимеген. Бізде ешқашан бір моментте бай болып кеттік деген нәрсе болмады бізде. Сол өте постепенно Алла тағаланың да нығметі ғой. Демек, басқаша болса, мүмкін көтере алмаушы едік. Сразу келсе, может, көтерілмей қалды. Сол да. Біздің немізге қарай береді, қарайды. Біз қалай қолданамыз? Біздің айналадағы тек біздің өміріміз өзгеріп жатыр ма, айналадағы адамдардың да өмірлері өзгеріп жатыр ма, қандай проекттер болып жатыр айналаңда, саған түк пайда алып келмейтін, бірақ қоғамға пайдалы болған проекттерде сен барсың ба, жоқсың ба деген
сол и соның несімен жүре бересің енді. Былай біздің бір кезімізде сол соншалықты бір ниетіміз не болды ма солай келіп жатқан ақшаның практически көрмейтінбіз. Өйткені ана жерде проект бар, ана жерде проект бар, мына жерде и постоянно бір неде бір нуждада жүретінбіз. Бір как будто бізге бірдеме жетіспей жатыр ма, кейде ойланып қаласың енді, адам пендеміз ғой, ойланып қаласың, бизнес жасап жатырмыз, пайдам неміз ешқашан былай счетымыз толмайды, ақшамыз жоқ. Минуста жүресің кейде. Бірақ былай енді санасаң, оказывается, ана жерде бір проектің жүріп жатыр, мына жерде бірдеме жүріп, бір салынып жатыр, бірдеме болып жатыр, ана жерде де барсың, мына жерде де барсың, бір келіп жатқан бір енді нелер келеді ғой, хаттар келеді, уважаемый сондай хэппи кейк, пожалуйста, осылай бір шара ұйымдастырып жатыр, ана жерге де жіберіпсің, мына жерге де жіберіпсің, көресің, қарайсың, альхамдулилля. Енді ақшам тек өзіме емес, жалпы немде жұмыс істеп жатыр енді, экономикада жұмыс істеп жатыр, бір әлеуметтік жобаларда да налогтар төлеп жатсыздар. Налогтар да төленіп жатыр. Солай да. Аллаға шүкір етесің де, жұмысыңды істей бересің. Оны қалай көбейтсем болады, оның проекттердің санын көбейтсем, енді бір шетелге шығып жатырмыз, осында да бір енді кеше. Тұра берсін. Оны ауыстыра берін, отыра берсін, сөйлей берейік. Ауыстырып келе беріп. Айта беріңіз. Осында да енді жүріп, жай жүрмей, кеше көрдіңіздер, енді шаралар ұйымдастырылып жатыр, қазақтардың басы қосылып жатыр. Ол шараларды енді кімдер де көріп жатыр, балалар да көріп жатыр. Оларға да, балаларымызға да бір не болып жатыр? Үлгі. Бенчмарк. Олардың енді жастық шақтарынан, балалық шақтарынан көретіндер сол болса, олар да енді көргенін істейді. Иншаллах деген ниетпен істелініп жатыр бұның бәрі. Қазір мысалы қазақ скул деген, қазақ мектебіміз басталып жатыр. Осында? Осы қазір. Жарты сағатта басталады. Әр суббота сайын қазақ тілі, қазақ әдебиеті, құндылықтар деген барсақ болады негізі. Яғни академия кішігірім, қазақша тілде? Қазақ мектебі ғой, қазақ тілі мектеп. 6-ға дейін балалар сол жерде жүреді. Сол жерде. Жалпы қазақшаға үйренгісі келетін жандардың барлығы сол жерден барып үйренсе болады. Балалар, балаларын берсе болады. Именно сол бастапқы мектеп жастағы балалар. Күшті, керемет. Қазір 70 баладай неміз бар, балаларымыз бар, 70 бала, 4-5 сынып бар. Мұғалімдер, как положено? Как положено, да. Программа, Қазақстаннан алдырған бір программаларымыз бар. Құндылықтарға негізделген деген бір құндылық KZ деген бір жоба бар екен. Соны зерттеп, сол жердегі мамандармен нетіп, сөйлесіп, сол программа бойынша балаларды жетілдіріп жатырмыз. Яғни бұның өзі де бір үлкен бір сауапты істесек болады, өйткені қаншама Америкадағы қазақ балдарының білім алуына барша ағалар болып себепші болатсыздар. Өте дұрыс. Сол, иншалла. Енді осы жерде аға айтып жіберсек, мысалға қазір біздің оқырмандар жалпы тек кәсіпкерлер емес, найымда жүрген кісілер де бар. И жалпы бір 3 қасиет айтып жіберсеңіз жастарға, то что жалпы қандай ситуацияда болсын, бір ағамыз айтқан адам болып қалу керек деген секілді, жалпы өзіңіздің бір 3 ұстанымыңызды айтсаңыз, жастарға осылай бір насихат болатындай. Сол пайдалы болу, қазақ екенімізді ұмытпау, әсіресе өзге елде жүрген қазақтарға біз ешқашан бір американец болып кете алмаймыз, бір араб болып кете алмаймыз. Біз қазақпыз, қанымыз қазақ, затымыз қазақ. И сол қазақша енді өзім қазақшам мәз емес, енді не емес. Уже күшті. Бірақ сонда да қазақ тілін меңгеру керек. Дәріптеп жатсыздар. Мысалы Қазақстанда жүріп, оның маңыздылығын қатты түсінбейтін. Білеміз ғой, енді қазақша сәл кітап оқимыз, көреміз. Үйреніп кете салам деген принцип болды. Былай осында келіп, өте маңызды екен. Қазақшалар енді подкасттардың, ютубтағы қарап атқан контенттің жартысы қазақша қазір.
полностью либо қазақшаға либо орысшаға позиционированиеңізді больше қазақшаға ауыстырып ауыстырып жатырмын қазір. Подкастқа шақырса қазақша беремін деп ауыстырып жатырмын. бір не болады ғой, гештальт сияқты болып тұр ғой қазір. Иншалла. Қазір қазақша деңгейім өзіме ұнамай жатыр. Спокойно сөйлеп отырсыз ғой. Спокойно емес. Сәл, иә. Орысша ойдың бәрі орысша қорытылып аударылып жатыр ма қазақша? Иә, сол өте сол проблема қазір. Енді аға, соңғы сұрағымыз, жалпы Happy Cake-тің 5 жыл, может 10 жыл осы жерде стратегия туралы айтып кетсеңіз, кәсіптегі стратегияның маңызы, және именно Happy Cake-тің бір айтуға болмаса да бір кішігірім болашақ жоспарын айтып жіберсеңіз. Осы нүктені ашып қойдық, осы нүктенің негізінде қарап жатырмыз. Америкалықтарға, испаноязычный халыққа, арабоязычный халыққа, үнділерге, пакистандықтарға не кіреді, не ұнайды, не сұраныс қандай. Соның бәрін зерттеп жатырмыз. Бір жыл болды, қарап жатырмыз. Бір жылда жақсы бір немізде өсті осы жердегі. Енді кассамызда өсіп жатыр, осы жердегі енді түсінігімізде өсіп жатыр, дамып жатыр. Сол, иншалла, енді 5-10 жылда Американың бүкіл штаттарында боламыз. Әлемге де шығамыз, иншалла, осы жерде ойлап тапқан бір концептпен. Соның несіндеміз. Осы жолдамыз. Өйткені бүкіл басталған бизнестер қалай бір Алла тағаланың несімен дамып кетіп жатыр. Бір қараймыз, бір армяндар, 2-3 армян бір фудтрак ашқан, тауық етінен бірдемелер жасаған. Оны бір баскетболист жеген, оған ұнаған, оларға ақша құйған, давай мен сендердің 4-ші партнерлар болайын деген. Ол 2017-де басталған нәрсе ғой. 2017-де бір фудтрак болған, 2021-де, 2019-да сол жігіт келген, баскетболист, білмеймін атын, әйгілі бір баскетболист. Ол ақша құйған, 2025-те олар $1 миллиард сатылған. $1 миллиард уже 200-ден астам, 280 бір нүктесі болған, 2017-де басталған дүние. Біздер уже Қазақстанда жүрміз, Happy Cake алып, олар енді бастап жатыр. Уже 2025-те солай сатылған. Солда бір Lala Land деген бір кофейня бар. Егер ертең LA-ға барып жатсаңыз, соғып кетуге де болады. Осында да бар. Олар қазір бүкіл қалаларда бар. Оларда бір кішігірім бір кофейня болған, бір кішкентай бір фудтрактар болған. Даладағы мероприятиялар болғанда, олар фудтрактермен барады да, кофе сатады. Сол популярный Америкада. И бір Бейонс па, Бейонс кажется, Бейонстың көмекшісі, Бейонс бір вечеринка жасаған, өзінің несінде бір кофе сататын, бір нәрсе керек, бір фудтрак керек. Несіне айтқан көмекшісіне. Ол зерттеген барып қараған, Lala Land деген жақсы сияқты бұлай. Әдемі, кофеларын мақтайды, соларға хабарласқан. Олар келген, сол вечеринкаға қатысқан, кофе бәріне ұнаған, Бейонсын деген шығарған бір жерде. И содан көтеріліп кеткен. Бір неден. Бір сәт. Бір Илон Масктың бір пост жазады, бір бір соцсеть болды. Бір Илон Масктың бір постынан шыққан бір соцсеть атып кетті, ұшып кетті конкретно. Солайда бір Алла тағаланың бір сондай кішкентай бір сәттен бір бизнес шығарады. Кішкентай, бүкіл бизнестерді зерттесен солай. Енді основательдер, фаундерлар айтуы мүмкін, көп жұмыс істедім, былай істедім. Бірақ былай түбін қазбаласан, бір жерде, бір сәтте бір Алла тағаланың бір көмегі болған. Неге болады десем, білмеймін. Мүмкін бір жақсы ниеттеріне болады, немесе білмеймін. Сен өз тірлігіңді тура жолда жасап жүресің, бір сәт болады, бір шоу кетеді, кеттің ары қарай. Бірақ сенің жұмысың өте маңызды. Ол отырасың, сол сәтті күтесің. Жоқ, ол сәтке дайын болу үшін сен күнделікті жұмысыңды істеу керексің. Бірақ ол сәт, егер үйде жатсаң, ол сәтте келмейді ешқашан. Бірақ осы кіріп, шығып,
бірдеме істеп в общем былай жүру керек движухада жүру керек осы жерде ортада болу керек. иә Сол жерде бір сәт болады, сол жерде сен Аха. дайынсың. аха Нужное время, нужное месте дейді ғой. все күшті аға. Енді аға 3 кітабыңызды айтсаңыз, егер кітапты оқитын любитель болсаңыз, болмаса бір подкаст па, бір жастарға кеңес. Жоқ, кітаптар қатты қазір кітап оқуға бір нем жоқ. Алдымызда пайғамбарымыз бар, бірінен көптеген сахабалар бар. Олардың нелерін зерттесең, олардың құндылықтарын зерттесең, олардың ниеттерін көрсең, олардың исламды жалпы осы өмірді қалай түсінді, қалай түсінгенін егер былай білсең, түсінсең, ол кезде уже басқа любой литература, Көзқарасың любой басқа болады, миллиардер болсын, Илон Маск болсын, олар жай қалады да. И оларды айта алмайсың, оларды Құранды зерттейтін, Құранды ашып беретін көптеген кітаптар бар. Оларды былай қазбаласаң, бір қарасаң, мысалы өткенде Абдулкадир Гейланинің бір кітабын оқып жатырмын. В шокисмін да, бір 70 проповеді бар, бір проповедін, бір кішкентай проповедтер. Былай жай оқи салсан, оқып өте саласың. Бірақ былай оқисың, зерттейсің, былай ойланасың, потом біреуге оқытасың. Ол кісімен не түсіндің деп сұрасаң, бір шыға береді да ол жерде. Мағыналар шыға береді, бір не сияқты, бір битін бір мағыналар көзі сияқты болады. Неке достар, қысқа да нұсқа, бірақ сіздерге пайдалы болды деген ниеттеміз. Алла жазса әлі 1-2 жылдан кейін хэппи-кейктің нүктелері көбейген кезде Американы трип жасап тұрып, прям бүкіліне барып подкаст жасаймыз деген ниет бар. Асеке, үлкен рахмет. Подкаст пайдалы болса, лайк қойып, каналымызға жазылып қойыңыз. Бұл эксклюзивті арнайы хэппи-кейктен Техастағы Байқазақ подкасты. Асеке, Алла разы болсын. Рахмет.